Жарайды, біздің келесі тапсырма бұл жерде көрерменде туындаған екен бір жағдай, яғни менде Windows 10 операциялық жүйесі дейді, және интернет жұмыс жасамай тұр дейді. Нені тексеремін, яғни қалай тексерсем болады дейді. Олай болса, осы сұраққа жауап беріп көрейік. Жарайды, біз былай жасайық. Ол үшін бірден Windows 10 операциялық жүйесіне көшейін. Және байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде менде қазір интернетке байланыс жоқ, яғни no connected дейді. Және бұның себебін анықтап көрейік. Яғни мен осы белгішенің үстінен басамын, және де желі қалыпқа келтіру жұмыстары, яғни network settings деген нүктені басайын. Және де бұл жерде осы интернетпен желімен байланыстың бірнеше нұсқасын көреміз. Соның ішінде мысалы VPN немесе Dial-up, Ethernet, сондай-ақ proxy деген нұсқаларды кездестіреміз. Алайда бізді қызықтыратын бұл жерде мысалы Ethernet байланыс, яғни бүгінгі таңда белгілі осы желілер, жергілікті желі, сондай-ақ интернетке байланыс осы Ethernet байланыспен іске асып жатады. Бұл жердегі VPN, Dial-up, сондай-ақ proxy деп отырғанымыз бұл яғни ұйымдарда, сондай-ақ жеке тұлғалар қолданып жатуы мүмкін, алайда көп жағдайда ұйымдарда кездесіп жатады, және оны жұмыс барысында кездестіріп жатамыз. Ал үйдегі қолданушылар жергілікті желіде осы Ethernet байланысын қолданады. Соның ішінде осы Ethernetке байланысты, яғни жергілікті желіге байланысты қалыпқа келтіру жұмыстары. Соның ішінде бірінші бұл жерде Change Adapter Options дейді, яғни енді ағылшынша нұсқасы келтірілген, алайда орысшасы да осыған өте ұқсас деген ойдамын. Яғни желі қалыпқа келтіру жұмыстарын өзгерту. Бұл жерде изменение параметров адаптера деген жазу болуы мүмкін. Сол нүктені басамыз, және бізді қызықтырған терезе ашылады. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай network connections, яғни желі байланыстары, бұл сеть и соединение, немесе орыс тілінде солай болуы мүмкін. Яғни кішкене бұл жерде ағылшын тілінде тұрған байқап отырсыздар, және бұл жерде бізді қызықтырған байланысты көреміз. Соның ішінде Ethernet байланысы, және бұл жерде жазылғандай желі картасына осы біздің кабельдің қосылмағанын жазыпты. Яғни интернет жоқ болған жағдайда бірінші осы ең төменгі деңгейдегі ең қарапайым физикалық яғни байланысты кабельдің қосылуын тексереміз. Яғни мына жерде мен кішкене суреттер дайындап қойдым. Сол суреттерге назар аударатын болсақ, осы көбімізде осы үйде бізде интернет провайдерден, яғни интернет ұсынушы бізге модемді қалдырады, және осы модемге сымды байланыс ұйымдастыратын болсақ, біздің компьютердің желі картасын, яғни желі картаның суреті қазір көрсетемін, яғни желі картаны біз осы модемге қосамыз, және біздің қолданатын кабеліміз дұрыс қосылғанын және байланыстың бар екенін, яғни бірінші тексереміз. Және бұл жерде суретте келтірілгендей, егер барлығы дұрыс қосылған болса, бұл жерде шамдар жанып, яғни бұл жерде осы арнайы светодиод белгілерді көруге болады, және олар бізге осы байланыстың бар екенін білдіреді. Енді көпшілігіміз желі картасымен және де байланыс жасайтын кабельмен таныс деген ойдамын. Және бұны біздің барлығымыз мысалы қарапайым үйдегі компьютерде де жиі кездестіреміз. Яғни бұл жерде айтқым келіп отырғаны, бірінші осы ең төменгі деңгейдегі физикалық байланысты тексереміз. Енді мен осы Windows 10 операциялық жүйесіне қазір кабельді қосайын, және біздің келесі тексеру сатысын көреміз. Келесі саты бізде осы кабельді тексеріп болған соң, яғни физикалық байланыстың барлығы дұрыс екеніне көз жеткізсеңіз, және кабельдердің орында екенін көз жеткізген соң, мысалы осы яғни желі карталарын қалыпқа келтіру орталығында біздің желі картасын бір өшіруге болады, яғни disable немесе отключить деген нүктені басамыз, және де өшкен соң мысалы қайта enable нүктесі немесе іске қосу нүктесін басамыз. Енді кішкене күтеміз, және байқап отырғандарыңыздай бұл жерде менде кабельдің әлі іске қосылмағанын, яғни менің Ethernet картама сигналдың келмей жатқанын байқаймыз. Мен бұны кішкене қазір тексеремін. Жарайды, бұл жерде менде кабель әлі іске қосылмаған дейді, алайда мен қосқандай болдым. Енді бұл жерде мен тексеру, яғни тексеру жұмыстарын жүргіземін. Сол үшін диагноз нүктесін басып көрейін. Және бұл жерде жазғаны осы Ethernet кабельді қосыңыз дейді. Ethernet кабель қосылмаған сияқты дейді. Олай болса мен былай жасап көрейін, яғни менде кабель қосылғанына сенімдімін. Келесі сатыны басамын. Және бұл жерде жазғандай Ethernet кабелі сізде дұрыс қосылмаған дейді, немесе ол
үзілген болуы, яғни бұзылған болуы мүмкін дейді. Және біздің желі картасы жөнделмеді. Олай болса мен close нүктесін басайын, және де желі картасының, яғни біздің кабельдің дұрыс қосылғанын тағы бір тексерейін, және осы жұмысты тағы да және біздің интернеттің дұрыс жұмыс жасауын тағы да бір тексерейік. Жарайды, желі картасын, яғни бізде кабельдің дұрыс жалғанғанын көрмеуде, олай болса мен бүкіл жүйені жабайын және операциялық жүйені бір өшіріп іске қайта қосайын, мүмкін содан кейін менде жүйе дұрыс жұмыс жасар. Олай болса кішкене күтеміз және операциялық жүйенің іске қосылғанын қарайық. Байқап отырғандарыңыздай, менде желі картасына осы барлық кабельдер физикалық байланыс дұрыс болған соң желі қайта келген байқаймыз, және менде интернетке байланыс бар екенін көріп отырсыздар. Сондай-ақ кейбір жағдайда осы желі картасын қалыпқа келтіру жағдайында IP адрестің дұрыс берілмейтін жағдайлары кездеседі. Яғни IP адрес деп отырғанымыз осы интернетке жалғанатын кез келген құрылғының уникалды адресі десек болады, және осы адрестің көмегімен біздің компьютерді мысалы роутер, яғни интернетті таратушы құрылғы табады және бізге қажетті ақпаратты жібереді. Және байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде менің компьютерім IP адресі 192.168.0.151 екенін көресіздер. Және 192.168.0.1 бұл жерде менің үйде орнатылған Wi-Fi роутердің, яғни интернетті таратушы құрылғының IP адресі екенін байқаймыз. Және бұл бізде основной шлюз, яғни default gateway ретінде жазылған. Яғни менің компьютерім осы интернетке сұранысты осы роутерге жіберетін байқаймыз. Яғни кейбір жағдайда былай болуы мүмкін. Осы Ethernet карталарының, яғни Ethernet картасының үстінен екі рет басамын, және осы жерде property көрсеткіштері, соның ішінде IPv нұсқасы 4-ші, яғни IPv version 4, және осы жерде байқап отырғандарыңыздай IP адресті автоматты түрде алып отырған байқаймыз. Яғни obtain an IP address automatically, яғни автоматическое получение IP адресов деп орыс тілінде жазылады жуық шамамен. Және кейбір жағдайда қолданушылар немесе компьютеріңізді басқа біреу қолданған болса, осы IP адресті қолмен жазып қойған жағдайлар кездесіп жатады. Мысалы, мына жерде 192.168.1, одан соң мысалы 12 деген IP адресті беретін болсақ, және де мен мысалы мына жерде OK деген нүктені басатын болсам, онда біздің IP адрестің дұрыс емес екенін байқаймыз. Яғни бұл IP адрес, мысалы менің Wi-Fi роутерім жаңа айтып кеткендей 192.168.0.1 деп аталынатын желіде қолданылады. Және де бір бұл өзге желі қатары болып саналады. Мен мысалы мына жерде OK нүктесін басып, яғни осы өзгерістерді сақтайтын болсам, онда менде қазір интернет өшуі қажет. Яғни байқап отырғандарыңыздай no network access дейді. Яғни қазір интернетке байланыс үзіліп, менде мына жерде осы сары белгішенің пайда болғанын байқаймыз. Яғни no internet access дейді. Және оның себебін тағы қайталап кеткім келіп отыр. Яғни Ethernet карта қай құрылғыға қосылса, сол жерден IP адресті алады. Және біздің жағдайда IP адресті біз қолмен жазып қойдық. Және бұл жерде біз қате IP адресті бердік. Яғни менің үйде қолданылып отырған роутердің беретін IP адресі 192.168.0.1 болып табылады. Және оны сіздің үйдегі қолданылған құрылғыға байланысты анықтайсыз. Және мен мысалы мына жерде google.kz сайтын тексеріп көретін болсам, мұнда интернетке байланыс жоқ. Және мен былай жасаймын, яғни автоматты түрде IP адрес алу деген нүктені басамын, және де OK нүктесін басамын. Енді бірнеше уақыт өткен соң, осы байқап отырғандарыңыздай бізде қазір желіні тексеруде. Яғни қазір былай жасайық, refresh нүктесін басайын. Жарайды, біздің өзгерістер неге? Яғни былай жасайық, мына жерде баспаған сияқтымын. Яғни автоматты түрде IP адресті алу деген нүктені басамыз, және OK нүктесін басамын. OK нүктесін басамын. Және байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде бірден желі картасын тауып, осы интернетке байланыстың қазір бар екенін байқаймыз. Яғни мына жердегі белгіше жоғалды, және де details, яғни көрсеткіштері деген нүктені басатын болсақ, IPv нұсқа 4-ші адресі қайтадан 0.151 IP адресті алғанын байқаймыз, және 192.168.0.1 бұл біздің үйде орнатылған
роутер, яғни роутердің IP адресі. Және ол IP адресті былай тексеруге болады, яғни 192, 168, жаңа айтқандай, мысалы бізде 0, 1, яғни байқап отырғандарыңыздай, бұл біздің TP-Link Wireless N роутер дейді, яғни үйде орнатылған Wi-Fi адрес, және мен мысалы осы құрылғының ішіне кіріп, оның қалыпқа келтіру жұмыстарын жасауға мүмкіндігім бар. Және мына жерде интернетке байланыс бар екеніне сенімдімін. Яғни осы IP адрестің дұрыс алуын екінші кезең ретінде тексереміз. Яғни бұл бізде келесі саты. Сондай кейбір жағдайда осы бізде беспроводной соединение деп айтып жатамыз, яғни Wi-Fi сымсыз байланыс ұйымдастырылуы мүмкін. Ол бізде қосымша мына жерде шығып тұрады, және оны мен сіздерге Windows 7 операциялық жүйесінде көрсетейін. Яғни мысалы желі карталарын тексеру, соның ішінде Change Adapter Settings және сымсыз байланыс. Байқап отырғандарыңызды бұл жерде тағы да өшіп тұрған байқаймыз. Алайда үстінен 2 рет басатын болсақ, онда бізге осы көрсеткіштері шығады. Және осы жерде IP адрестердің тағы да автоматты түрде тұрғанына назар аударыңыз. Кейбір жағдайда қолмен жазу қажет болуы мүмкін, алайда сіздің жағдайда, көп жағдайда осы автоматты түрде алатынын айтқым келеді. Енді әрине кейбір жағдайда осы Firewall, антивирус бағдарламасы немесе басқа да желіден келетін қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бағдарламалар орнатылған болса, олар да өшіруі мүмкін. Олай болса, сол бағдарламаларды тексеріп, интернетке байланысты өшірмей тұрғанына назар аударыңыз. Жалпы, осындай қарапайым тексеру жұмыстарынан кейін сізде интернет жұмыс жасайды деген ойдамын. Және сұрақтар болса мүмкін болашақта қоя жатарсыз. Жарайды, достар, бүгінгі күнге, яғни алға қойған мақсатты шештік деген ойдамын. Біз бірнеше мәселені қарастырдық, яғни Windows операциялық жүйесіне көшуге тұра ма Windows 10 операциялық жүйесіне, және онымен болашақта тағы да тереңірек танысуға тырысып көреміз. Сондай-ақ сізде сұрақтар болса, біздің YouTube арнасына осы пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Олай болса, болашақ бірнеше сабақтар сериясында осы Windows 10 операциялық жүйесін қарастырамыз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.